Нөмірі 70-ші жалпы білім беретін орта мектебі. Мектеп алды даярлау Ә тобының тәрбиешісі Едігенова Бақытгүл Құттыбайқызы. Білім беру саласы коммуникация, сауат ашу негіздері. Сабақтың тақырыбы Г дыбысы мен әрпі. Сабақтың мақсаты Г дыбысы мен әрпін таныстыру. Саламатсыздар ма балалар, көңіл күйлеріңіз қалай? Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде неше ай бар? 3 ай бар. Ал қазір қай айы екен? Балалар, бүгін ақпан айының 1-ші күні. Балалар, олай болса барлығымыз орнымыздан тұрып, шаттық шеңберін жасап алайық. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, баршаңызды құрметтеп, бас иеміз біз. Балалар, бүгінгі оқу қызметімізді ертегілер еліне саяхат жасаудан бастаймыз. Ертегілер еліне саяхат жасау үшін бауырсақтың біздерге дайындаған бірнеше тапсырмалары бар екен. Олай болса тапсырмаларды орындауға дайынбыз ба? Жарайсыңдар, орындап көрейік. Балалар, өткен дыбыстарды есімізге түсіріп, ойын ойнап көрейік. Қай дыбыстан басталады? Бірінші суретте аю. Аю сөзі қай дыбыстан басталып тұр? А дыбысынан. Ит. Ит сөзі қай дыбыстан басталып тұр, балалар? И дыбысынан. Тауық. Тауық сөзі Т дыбысынан басталып тұр. Мысық. Мысық сөзі қай дыбыстан басталып тұр, балалар? М дыбысынан басталып тұр. Олай болса біз, балалар, барлық суреттердің атауын атап айттық. Балалар, дыбыс нешеге бөлінеді? 2-ге, дауысты және дауыссыз. Кім зерек ойынын ойнайық. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратып, сызба арқылы өз үйіне кіргіземіз. А дыбысы дауысты, қызыл үйге кіреді. Н дыбысы дауыссыз, көк үйге кіреді. Олай болса орнымыздан тұрып, серігіп, сергіту сәтін жасап алайық. Денемізді тік ұстаймыз. Секіріп аламыз. Ойымызды қыздырамыз. Жарайсыңдар. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Аналарға сыйлайтын, аралар бал жинайтын. Бұл немене, балалар? Үзуге адам қимайтын. Гүл екен, балалар. Гүлді мерекеде, туған күндерімізде бір-бірімізге сыйлаймыз. Гүл дегенде қай дыбыс естіліп тұр? Г дыбысы естіліп тұр. Балалар, бүгінгі өтетініміз Г дыбысы мен әрпі. Г дыбысы ұяң, дауыссыз дыбыс. Г дыбысы қай әріпке ұқсайды? Г әрпіне ұқсайды. Г әрпінің белінде сызығы бар екен. Балалар, қараңдаршы. Дәрігер, бұл дәрігер. Дәрігер сөзінде Г дыбысы бар. Жер көлемін кішірейтіп көрсететін глобус. Глобус сөзінде де, балалар, Г дыбысы кездеседі екен. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Ағашта отыр 5 торғай, ұшып келді 3 торғай. 5-ті 3-ке қосқанда болды сонда неше торғай? 5-ті 3-ке қосқанда қанша болады екен? 8 болады екен. Олай болса, 8 қайталаймыз. 8 сөзінде де Г дыбысы кездеседі екен. 8. Балалар, Г ұяң, дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыс қандай текшемен белгіленеді? Көк. Олай болса, Г дыбысын көк үйге кіргіземіз. Балалар, Г дыбысынан келетін сөздерді буынға бөліп оқып көрейік. Шеге, неге, кереге. Егеу, егін. Гитара, гитара. Балалар, бұл егіс егетін алқап. Бұл жерге бидай егіледі. Егеу күнделікті тұрмыста қолданылатын құрал.
Кереге бұл киіз үйдің бір бөлігі. Шеге ағашты бір-біріне біріктіретін, қағатын құрал. Неге? Ол сұрақ. Балалар, шеге сөзіне дыбыстық талдау жасап көрейік. Ш қандай дыбыс? Дауыссыз, көк текшемен белгіленеді. Е дауысты, қызыл текшемен. Г дауыссыз, көк текшемен. Е дауысты, қызыл текшемен. Шеге сөзінде балалар 4 әріп бар екен. Гитара неше буында? Оқимыз. 3 буында. Гитара сөзі балалар 3 буынға бөлінеді екен. Балалар, Г дыбысы сөздің қай бөлігінде көп кездеседі екен? Глобус. Глобус сөзінде сөздің басында кезігіп тұр. Гитара сөзінде де сөздің басында кезігіп тұр екен. Кереге сөзінде сөздің ортасында кезігіп тұр екен. Егеу сөзінде де Г дыбысы сөздің ортасында. Шеге сөзінде де ортасында. Ал Г дыбысы сөз соңында көп кезіге бермейді екен. Балалар, жұмыс дәптерімізді ашып, Г дыбысын бастырып жазамыз. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, суреттің атауын келесі буынға қосып, тұтас сөз шығарып көрейік. Ай, гүл, гүл, нұр, гүл, сім. Міне көрдіңдер ме балалар? Суретті буынға қоссақ, бір тұтас сөз шығады екен. Жарайсыңдар балалар, бауырсақтың барлық тапсырмаларын орындадық. Бауырсақ біздерге риза болып жатыр. Бауырсақты ерітіп, ертегілер еліне аттанамыз. Қош сау болыңдар.